Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған ВКонтактедегі группаңа немесе паблигіңе қалай тегін подписчик жинауға болатынын айтқым келіп отыр. Сондықтан да міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны соңына дейін қарап шығуыңды сұраймын. ВКонтактедегі группаңа подписчик жинау үшін саған 3-4 сайт керек болады. Айтайын деп отырған сайттарымның ссылкалары осы видеоның описаниясында. ВКонтактедегі группаңа адамдар тегін жинау үшін VK Surfing, Promo VK, VK Target, SEO Sprint деген сайттар керек. Қысқаша айтқанда идея мынандай. VK Surfing сайт арқылы ақша табасың. VK Target сайт арқылы ақша табасың, SEO Sprint сайт арқылы ақша табасың. Сол тапқан ақшаңа Promo VK-дан өзіңнің группаңа адамдар сатып алатын боласың. Енді сол идеяны қалай дұрыс реализовать етуге болады? Ең бірінші VK Surfing сайтына барасың. Бұл сайтқа өзіңнің ВКонтактедегі страницаң арқылы тікелей тіркелуіңе болады. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін ВКонтактедегі Инстаграмдағы аккаунттарыңды осы сайтқа привязка жасайсың, тапсырмалар орындайсың. ВКонтактедегі группаларға жазыласың, фотоларға лайк басасың, репост жасайсың, адамдарға дружба жібересің, Инстаграмдағы аккаунттарға жазыласың. Бұл сайтта тапқан ақшаңды минимальный 50 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады. 50 рубль тапқаннан кейін Kiwi кошелегіңе шығарып аласың. Содан кейін VK Target сайтына барасың. Бұл сайтқа да ВКонтакте арқылы тіркеле беруіңе болады. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін Twitterдегі, ВКонтактедегі, Одноклассникедегі, Ютубтағы аккаунттарыңды осы сайтқа привязка жасайсың. Әртүрлі тапсырмалар орындайсың, ақша табасың. Тапқан ақшаңды минимальный 15 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады. Өзіңе керек ақшаң тапқаннан кейін Kiwi кошелегіңе шығарып аласың. Содан кейін SEO Sprint сайтына барасың, SEO Sprint сайтына тіркелесің. Тіркеліп болғаннан кейін міндетті түрде статусыңды рабочийға ауыстырасың. Статусыңды рабочийға ауыстыру үшін мои личные данные дегенге барасың. Номер мобильного телефона деген жерге өзіңнің ұстап жүрген телефон номерін жазасың. Сол номерге SEO Sprint сайты SMS жібереді. Сол SMS арқылы SEO Sprint сайтындағы аккаунтыңды подтверждение жасайсың. Содан кейін статусың рабочийға ауысады. Неге міндетті түрде статусыңды рабочийға ауыстырасың? Себебі статусың прохожий болатын болса, SEO Sprint сайтындағы көп тапсырмаларды орындауға мүмкіндігің болмайды. Ал статусың рабочий болатын болса, өзіңнің қалағаныңша тапсырмаларды орындай бересің. Бұл сайтта тапқан ақшаңды минимальный 10 рубль болған кезде шығарып алуыңа болады, шатаспасам. Ақшаңды табасың, тапқаннан кейін Kiwi кошелегіңе шығарып аласың. Енді сол тапқан ақшаларыңа Promo VK сайтына барып, өзіңнің группаңа подписчиктер сатып аласың. Promo VK сайтына да ВКонтактедегі страницаң арқылы тікелей тіркеле беруіңе болады. Тіркеліп болғаннан кейін создавать рекламную кампанию дегенді басасың. Promo VK сайтындағы балансың толтырасың, пополнить счет дегенді басып. Содан кейін добавить компанию дегенді басасың. Promo VK сайтында бір подписчиктің бағасы 20 копейка. Мына жерге ВКонтактедегі группаңның ссылкасын қоясың. Мына жерге қанша подписчик керек, санын жазасың. Запустить компанию дегенді басасың. Осындай қарапайым және оңай жолмен өзіңнің группаңа немесе паблигіңе тегін подписчиктер жинап алуыңа болады. Сонымен келесі видеода кездескенше.